Достар, сендермен кезекті видеоны бастаймын. Бұл KZ Boy арнасы. Менің бұл видео Minecraft Pocket Edition ойынына арналады. Мен бұл видеода өзімнің ең қауіпсіз және механикалық үйімді көрсетемін. Ал кеттік. Мінекей мынау үй. Енді бұл сырты нашар, енді онша емес деп те айтуға болады. Бірақ бұл механикалық үй. Механический дом. Мінекей көрсетемін қазір. Есікті ашу үшін мұнан басамыз. Қайттан жабыш. Бұл 0.15.0 версиясы. Мынау текстуралар, жаңа текстура. Өзім Minecraft MCP мастерден бастым. Ал енді мына жер. Мына үшеуін не үшін қойды дейсіз? Мінекей ол. Мынаны басасыз, мынау көтеріледі. Мынаны бассаңыз, раздатчик жылжиды, раздатчик. Мінекей жақындасаңыз, ішінде стрелалар бар. Енді мына жерге кіреміз. Мен айта өткендей, бұл ең қауіпсіз үй деп өзім айттым енді. Мінекей мынаны бассақ жабылады. Ары бетінде тор, бері бетінде айна. Бұлайнан есік жоқ қоямыз, железный. Ал енді мынаны бассақ, бұлайнан екі жаққа кетеді, сосын свет жанады. Екі жақтан келеді, свет жанады. Гүлдер, мынау сандық. Бұның бәрін салып тастаймыз. Мінекей мына жер бұлайнан көрінгенде білінбейді. Бұлайнан келеміз де мынаны бассаңыз, құпия бөлме ашылады. Осы жерде ұйықтайсыз. Бұлайнан ашылып қоюға да болады. Мынаны бассаңыз, бұлайнан екеуі екі жаққа кетеді. Мінекей төсек. Қазір жатып ұйықтап алайық. Мынау свет. Ал кеттік. Басқа жаққа барамыз. Мынаны бассаңыз, жерге түсіреді. Сосын мынаны бассаңыз, есік ашылады. Жауып қоясыз. Ал сандықты ашу үшін мынаны басасыз. Мынамен қайттан есікті ашамыз. Мынаны қайттан шығамыз. Мынау свет. Ал мінекей. Мынау не үшін тұр? Мынаны бассаңыз, құпия бөлме ашылады. Мынаны бассаңыз, жабылады. Мінекей жататын орын. Мынау компьютер енді. Мынау тұрған монитор, компьютер. Мінекей. Ал көріп тұрған мына сандық ең астында тұр. Енді көтерсеңіз, мынау да көтеріледі. Түсірсеңіз, анау да мінекей. Осылай. Мына рычаг бар. Мінекей айтпақшы свет мына жер, мынау свет. Мына рычагтан есік ашылады. Бассаңыз жабылады. Мінекей ең керемет. Мынау ванна, былай жатасыз. Суды ағызасыз. Қайттан жауып қоясыз. Мынау душ. Бұлайнан ішіп аламыз. Сонан соң біз басқа бөлме. Мінекей. О, керемет. Опа, туалет. Бүйтіп отырамыз. Сосын мынаны бассаңыз. Мінекей. Мына жер болмай қалыпты. Жауып қоямыз. Мынамен есікті ашамыз. Мынамен есікті жабамыз. Сосын мына есікті ашамыз. Сыртынан жабамыз. Мінекей осы соңғы бөлмелер. Төбеге көтерілу үшін бұлай көтерілеміз. Мінекей. Есікті жауып қоямыз. Мынау алмазный блок, мынау железный блок, мына төбеде тұрған
лазуритный блок. Мына яққа өту үшін не істесек, мына холодильник. Мінекей шкаф. Сосын мына яқ. Ал столдар жоқ, шай ішеміз. Мына мен мына есікті жауып қоямыз. Намазаңыз қайтадан ашылады. Біз шай ішу үшін бізге стол беріп, мынаны бассаңыз столдар тұрады. Қайтадан бұзамыз, жатқызып қоямыз. Мінекей баға түсіріп қоямыз. Сосын не бар бізде? Тағы да бар ма? Қазір көріп кетеміз. Осымен менің механикалық үйім аяқталған секілді. Мінекей мұнамен де төбеге көтерілеміз. Оп, болды. Қош болыңыздар, менің видеома лайк басып каналға жазылыңыздар. Менің осы үйім ұнайтын болса, осы үйге де лайк басамыз. Сіздерге көрсете кететін тағы бір нәрсе бар. Былайына өтеміз. Басамыз, сандық ашылады. Қош болыңыздар. Лайк басамыз, каналға жазыламыз.